Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Нұржанова Балмоншақ Ахметқалиқызы. Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сужарған ауылы Қаныпия Қайтосов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар мәтін. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен стилін көркем және бейкөркем, жазу жолын жол аралық кеңістікті жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Оқулықтағы бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Тыңдайық балалар. Киіз үй ішінде бір топ ауыл ақсақалдары қымыз ішіп отыр. Әкем дастархан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені қасына шақырып алды. Аталарына сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда? Деп сыбырлады. Мен үйден шыға жөнелдім. Біраздан соң үйге қайта кірдім. Ассалаумағалейкум, аталар, деп амандастым. Әкем басымнан сипап, жарайсың балам, әдепті бала осылай істейді, деді Бауыржан Момышұлы. Балалар, енді мына сұраққа жауап бересіңдер. Мәтінге ат қойып көр. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Әдепті бала қандай болу керек? Өзін үлкендермен қалай сәлемдесесің? Сәлемдескенде қандай сөздерді қолданасың? Әрине, жауаптарын жақсы деп ойлаймын. Екінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Алдымыздан кезіккен көп танысты көреміз. Бәріне де ізетпен біздер сәлем береміз. Ермек Өтетілеуұлы. Дәптерімізді ашып, әдемілеп, көркемдеп жазып алайық. Балалар, енді бояуларыңды сергітіп алыңдар. Орындарынан тұрып, кәнекей мына сергіту сәтін жасап жіберейік. Қоян тұршы, бетіңді жушы, айнаға қарашы, шашыңды тарашы, енді орнына тез отыршы. Балалар, бойларыңды сергітіп алсаңдар, әрмен қарай жаттығу орындайық. Үшінші жаттығу. Ас мәзірін құра. Ол үшін А әріпін таңғы, Ә әріпін түскі, Б әріпін кешкі аста жегін келетін тағамдардың қасына қой. Көп жеуге болмайтын тағамдарды көрсет. Балалар, мына суретке қарай отырып, жаңағы айтылған тапсырмалар бойынша белгілейсіңдер. Енді үйге тапсырмалайық. Оқулықтағы төртінші жаттығу. Сызбадағы тірек сөздермен сүзбе деп аталатын мәтін құрап жаз. Яғни мына жерде сендерге кесте берілген, сол бойынша мәтін құрастырасыңдар. Сүзбе: ұйыған айран дорбаға құяды, суын сорғытады, езіп қосады. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.